Сәлем достар, бүгін мен осы кітаптан жолбарыс пен тышқан ертегісін оқып беретін боламын. Ертеде бір жолбарыс орманда ағаштың саясында ұйықтап жатыр екен. Сол маңда жүрген бір тышқан байқасуда жолбарыстың үстімен жорғалап өте шығады. Соның жыбырлағанынан оянып кеткен жолбарыс тышқанды ұстап алады. Жолбарыс сығымдай қысқанда тышқанды өлтіруге айналады. Жанның мұрнына ұшына келген тышқан жалына бастайды. О, тақсыр, кешіре гөр мені. Менен бір білместік өттім. Өлтіре көрме мені. Десең де бір керегін жарармын. Жолбарыс кішкентай тышқанның бұл сөзіне үсек сілесі қатып күледі. Мен жолбарыспын, саған кішкентай тышқанға күнім тісе қоймас дегенмен қалжыңнан ұнады. Бара ғой деп жібере салады. Күндердің бір күнінде жолбарыс адамдардың құрған тұзаққа түсіп қалады. Мұны көрген тышқан өзіне жақсылық жасаған жолбарысты танып, тұзақтан жібін тісімен кеміріп, үзіп, жолбарысты тұзақтан құтқара алады. Жолбарыс басына күн туғанда қол ұшын берген тышқанға риза болып, рахмет досым, күштілер де, кейде әлсіздер де басын иеді екен деп мойындапты. Халық арасында да ханның ісі қараға түсер, батырдың ісі балаға түсер, жолбарыстың ісі тышқанға түсер, ерлердің іші дұшпанға түсер деген сөзін содан қалған деседі.